О, әрекенің басынан не кешпеген, бәрі де кешкен. Ей, әреке, тай, мына балаларға жас кезіңізде өзіңіздің басыңыздан кешкен қызғылықты уақиғалардың бірін әңгімелеп айтып беріңізші. Әрекем бәлсінбейді. Электр ұстарамен күнәра тықырлап қырып жүретін көк тұқыл сақалын күлімсірей сипалап, сәл ойланып отырады да, жарайды, айтсам айтып берейін, дейді. Қай әңгімеңізді айтасыз? Жапан түзде көкжал, қасқырға кездесіп, қалай аман қалғанымды айтып берейін. Дұрыс, соны айтыңыз. Біріншіде оқимын ол кезде, кішкентаймын, дейді Айрекен. Әке-шешем колхоздың қойын бағады. Поселкеде өзімнің Күлімхан дейтін жеңгемнің үйінде жүрем. Күлімханды сен білесің. Мінезі күрт, тілі ащы адам еді ғой. Бірақ оған да күнә жоқ. Күн бойы колхоздың жұмысын істеп шаршап келеді. Оны күтіп, бітпей жатқан үй ішінің тіршілігі және көп. Міне, соның арасында қитығына біз де тиіп қоямыз. Сосын ол қалай ашуланшақ болмасын? Бір күні ойынның қызығымен жүріп, қызыл бұзауды байлауды тарс ұмытыппын да кетіппін. Бір қарасам, қоңыр сиыр түк білмегендей үйдің қасына маңқайып келіп тұр. Қызыл бұзау Құдай тілеуін беріп, оны рахаттанып еміп тұр. Ойынды тастай салып ұмтылдым. Дәл сол кезде ар жақтан аюдай ақырған Күлімхан қоса көрінді. Бұзауға қабат жеттік ол екеуміз. Жеткенмен не пайда? Қызыл бұзау өз шаруасын тындырған. Қоңыр сиырдың желініндегі күні бойы сызықтап жиналған, бүкіл үй ішіміз боп үміт артып отырған бар сүтті қарнына қотарып құйып алған. Сиырдың желіні ішінен желі шыққан допқа ұқсас боп бос. Ызасы қайнаған Күлімхан бір қолмен қызыл бұзауды бұйдасынан сүйрей-мүйрей маған ұмтылды. Ойында басын қалғыр, жүгірмекте кінә мол. Мойнын ішіне тығып, жасқанғанды ғана білді ол. Күлімханның жұдырығы балғадай ауыр келетіні және мәлім. Шойын жұдырықтар көк желкемнен аямай түйіп етті. Және ұрады екен деп құламасам да әлгі араға құлайып кетіп бақырдым. Ойындас жолдастарым анадайдан бұның бәрін көріп тұр. Жоқ, жатқан үстімнен төмпеште бұрған жоқ жеңгем. Бірақ зәрі ұрғанға беріксіз ащы сөздерін аямай айтып, енді қызыл бұзауды түйгіштеп кетіп бара жатты. Ал таяқ еттен, сөз сүйектен өтетіні белгілі. Ойбайлаған болып жатып, бүлікті сен бастасан, мен қостайын деген ойға келдім. Ертеңгі оқуды тастап, малдағы әке-шешеме кетпек болдым. Сосын соңынан Нұрбек ағайым бар, өз әке-шешем бар. Адуын Күлімханды да тұқыртып алушылар да былғады. Осы оймен үйге кірмей тартып жөнелдім. Әке-шешем ауылдан 6-7 шақырым Шолақбұлақ деп аталынатын сайдың аузында күзем алып отыр. Қырқаның етегіндегі адам аз жүретін көмескі сүрлеу жолға түсіп ап келе жатырмын. Бәлем, Күлімхан, қымс етсе жұдырық ала жүгіруді білетін боларсың бұдан соң. Бұл күзгі уақыт. Күн қысқарған, қараңғы ерте түседі. Жолдың орта тұсына жетпей-ақ көз байлана бастады. Айналаның бәрі қауқиған ұзын шилер ну орман тәрізді. Қараңғы біртін-біртін қоюланып барады. Кеудемдегі ыза енді үрейге айнала бастады. Қасқыр, жын, шайтан, ойыма келмейтін пәле жоқ. Әр шидің қарауытқан түбінде соның бірі тығылып отырған секілді неше түрлі қауіпті үн, қиқыл-шиқыл, ысқырықтар естіледі. Дәл тұсымнан бірдеңе жыбыр етіп қозғалғандай, мені бас салуға дайындалғандай болады. Қасқырдың көзі түнде от бая жанады дейтін. Шилердің қап-қара түптерінен кеше алуан-алуан жылт еткен от көргендей болам. Біреулерді қасқыр қамағыны жайлы қорқынышын талай естіген әңгімелерім есіме келеді. Бүгін сол халге енді өзім ұшырайтын тәріздімін. Ауылға қайтып кетерем. Енді ол да алыс. Алға жүрдім не, артқа жүрдім не, бәрібір. Қорқыныш бойымды әбден билеп алды. Тым құрса, қолыма бір ауыз шыбықты ұстап шықпаған екем. Бірдеңе тап бергенде не қайрат көтерерімді білмей келем. Бір кесек домаланған үрей ғанамын. Дәл осы сезімнің үстінде кенет бірдеңе аяғымнан тартып келіп қалсын. Етпетінен мұрттай ұшып жырылдым. Бойымдағы үрей де ешқандай қарсылықта жоқ енді.
жермен жер боп сұлаған қалпым жатырмын. Манадан қалтырап кеткен сұмдығым болып тынған секілді. Қарсыласуға шамада жоқ. Қарсыласудан енді пайда да жоқ. Тек жатырмын күтіп. Арп етіп аяғымнан ала түскен көкжал қасқырдың мені жеуін күтіп жатырмын. Қалай жер екен? Қай жерінен бастап жер екен? Адам өз тағдырдан мүлдем үміт үзгенде, онда қорқу, үрку деген еш нәрсе болмайтын тәрізді, кәдімгі сабақтан шығуға қоңырау болушы күткен адамша құр күтіп жатырмын. Күтем. Қасқыр, бірақ жер емес. Әлденені тыпыр етпей ол да күтуде. Маған енді ептеп ес кіре бастағандай. Созулы жатқан аяғымды, яғни қасқырдың аузындағы аяғымды, өзіме қарай ақырын тартып байқаймын. Қасқыр жібермейді. Жеуге және асықпайды. Япырау, бұл неткен шыдамды, жуас қасқыр. Аяғымды одан гөрі қаттырақ тартып қалғанымда босап кетті. Қасқыр, бірақ сонда да үнсіз. Бұрынғыша жым-жырт. Бұрылып, ес тоқтатып қарасам, қасқыр түгіл түк те жоқ. Ой, сондағы әрі қорқып, әрі қуанғаным-ай. Ол кез бала түгіл, үлкеннің киімге жармаған кезі емес пе? Менің аяқ киімім кәдімгі сала құлаш бауы бар көнтері мөркей болатын. Жол жөнекей 10 аяғымдағы шәркейдің бауы шешіліп кетеді. Оны мен сезбеймін. Шұбалған бау жердегі шөп шаланды өзіне жинай береді. Содан үлкендігі жұдырықтай түйін пайда болады. Әлгі түйін ыржалақтап келе жатып, бір шидің арқасына кіріп кетіп ілініп қалады. Мен етпетінен ұшып түсем. Әрі қорқақ, әрі күле отырып шәркейімнің бауын жөндеп байлап алдым. Қызыл іңірде от басында қамсыз отырған әке шешемнің үстіне сопан етіп жетіп келдім. Олар маған көктен түсе қалғандай үдіре қарасты.